Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабақта Canva бағдарламасында анимация жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін Canva бағдарламасына кіреміз. Одан кейін осында поисковикта анимация деп жазсаңыздар, осындай шаблондар қазір шығатын болады. Осы жерден кез келген өздеріңізге ұнағанын таңдайтын боласыздар. Мысалы, мына жерде сосын коронаны сурет тұрғандар, олар ақылы анимациялар, яғни олар тек қана ақша төлеп қана жасалынады. Осы жерден мысалы кез келген бір анимацияны таңдайтын болсақ, мысалы мен мынаны таңдаймын, изменить шаблон дегенді басамыз. Сол кезде осы шаблонға біз өзгерістер енгізе аламыз, өздеріңізге ұнағанда жазуын өзгерте аласыздар. Мысалға мен мына жерге фотограф деп жазамын. Фотограф көп күшейді. Одан кейін мына жерге әрі қарай осы видеоны жалғастыра аламыз. Тағы да шаблондар қосу арқылы. Мысалға мен фотограф деп жазғандықтан осындай фотосурет тұрған шаблонды аламын. Міне осындай анимация шыға келеді. Сосын мына жерде мысалға фотоларды өздеріңіз ауыстыра аласыздар. Яғни кез келген фотоны қоюларыңызға болады, өздеріңізге ұнайтын. Мысалы мына жерде фото деп іздеп жазған кезде бізде әртүрлі фотолар шығатын болады. Сол жерде мысалға өздеріңізге ұнаған фотоны алып, осы жерден қоя аласыздар. Осылайша анимацияны өздеріңіз ұнағандай етіп, өзгерістерін енгізіп, поделиться батырмасын басып, скачать деген батырмасын басып, өздеріңізге сақтап алу мүмкіндігі бар. Анимация болғандықтан кішкене көбірек уақыт алады сақтау. Міне бізде сақталынды. Тура осылай өздеріңізге сақтап алып, кез келген интернет желілеріне сала аласыздар. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын.